Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгінгі сабақта қазіргі тілдік қолданыста орынсыз, тіпті қате айтылып, жазылып жүрген сөздерді, сөз тіркестерін, тұрақты сөз тіркестері туралы сөз қозғайтын боламыз. Бейтараптылық па, бейтараптық па? Дәл осы секілді танымалдылық деген сөз бар. Кейде осындай сөздерге қосымшаның үстіне қосымша жалғап, тым ұзақ етіп жазып айтып жатамыз. Бұл қате. Дұрысы бейтараптық, танымалдық. Қатесі бейтараптылық, танымалдылық. Сол сияқты. Зейнеткерлік жас емес, зейнет жасы. Сүтпен шай емес, сүтті шай, немесе сүт қатқан шай. Отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық емес, тұрмыстағы, отбасындағы зорлық-зомбылық. Ескерткіш орнатылмайды, ескерткіш қойылады. Бір-бірімізді құрметтеу керек екенімізді емес, бір-бірімізді құрметтеуіміз керек екенін. Сол сияқты, бару керек екенімізді емес, баруымыз керек екенін. Битке өкпілеп тонын өртеу емес, битке өкпілеп тонын отқа салу. Себебі бұл мақал-мәтел, оның құрамындағы сөздерді өзгертуге болмайды. Бүгін үйге барлықтарыңыз келіңіздер. Дұрысы бәріңіз, қате барлықтарыңыз. Күдерлерін үзген деген тіркес қолданылып жүр. Негізі дұрысы күдерін үзген. Бұл тұрақты тіркес. Септелмейді, көптелмейді, тәуелденбейді. Үлкен рахмет емес, көп рахмет. Қазақша сауатты жазып, дұрыс сөйлейік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.